Шетелден келген құрастырмалы көлікті тізгіндегендер заңдастыруға берілген уақытты 1 жылға ұзартуды сұрайды. Өйткені бұл науқан үшін шетелдік көлік иелерінен басы артық құжаттар талап етіліп отыр дейді. Ал Ішкі істер министрлігі конструкциялы көліктерді заңдастыру бір реттік шара екенін айтады. Ал оған берілген уақытты ұзарту елге көліктерді бақылаусыз кіргізуге жол ашады дейді. Шетелден кірген құрастырмалы көліктерді рәсімдеуде тағы қандай кедергілер бар? Толығырақ келесі материалда. Шетелден келген көлікті заңдастырудың машақатын тартқан Дархан Әбілов Астана қаласына арнайы келді. Ондағы мақсаты Жапониядан әкелінген көлігі бөлшектеніп құрастырылмағанын дәлелдеу. Айтуынша бұл көлік барлық техникалық талаптарға сай келеді. Ұзақ жолға жарамдылығы мен қауіпсіздігі барынша тексерілген. Өз аяғымен келген машиналар, сосын осы аяқтан номер салып, ол қалай салғаны туралы біздер ешқандай ақпарат жоқ біздерде. Оны біле алмаймыз. Тексердік біздер. Соны айтып берсеңіз. Ешқандай не жоқ. Біздер видеоролик жасағанбыз өзіміз Ақтөбе қаласында автосервисте. Бүткіл машиналардың бәрін салыстырдық. Өте сапалы машина екенін өзіміз дәлелдеп бере аламыз. Дархан сияқтылардың бір айыбы көлікті алыпсатарлардан алғаны, ал олар кеденнен құрастырмалы көлік ретінде рәсімделіп кірген. Сондықтан қолдарында техникалық паспорты мен сақтандыру құжаты ғана бар. Қазір осы мәселе елімізде мыңдаған адамның бас ауруына айналды дейді белсенділер. Бізге айтқан болатын, Евразиялық экономикалық одақ елдерінің бір күнде тіркеуде тұрмаса, Евразиялық экономикалық одақ елдерінің ішінде жүре алмайсыздар деп. Сол кезде халықтың көбісі бар, тіркеді, немесе тіркелген автокөліктер алды, 2 жыл айдады осы сияқты. Оның бұрынғы қожайыны геосаяси жағдайларға байланысты қазір өмірде болмауы да мүмкін, немесе басқа да неше түрлі банктерге несие алып қарызға кіріп кеткен болуы мүмкін. Сол үшін бұл жақта біздің кәдімгідей заңдық жақсы добросовестный покупательдер дейді ғой, солардың алған автокөліктер сондай қиын жағдайға душар болып қалып тұр. Ал Ішкі істер министрлігі бұл ұсынысты да қарастырғанын айтады, алайда тек сақтандыру құжатымен көлікті заңдастыру мүмкін емес екен. Өйткені шетелде тіркеуде тұрған көліктерді онлайн түрде тіркеуден шығару туралы Қазақстанның ұсынысынан кеден одағына кіретін кей елдер бас тартқан. Кроме того, утверждены правила. Бұл ретте әрбір мемлекетте автомобильдерді есептен шығару тәртібі өздерінің ұлттық заңнамасымен реттелген. Басқа елдегі соңғы тіркеу орны бойынша шетелдік автокөлікті есептен шығару бұл қажетті шара. Өйткені соңғы есепке алу орны бойынша автомобильдерге оны иеліктен шығаруға тыйым салынуы және шектеулер қойылуы мүмкін. Кеденнен құрастырмалы көлік құжатымен кіргізілген көлік иелері Ішкі істер министрлігі талап еткен меншік құқығын растайтын құжатпен көлікті сатып алғаны туралы шартты ұсына алмай жатыр. Қазір тізгіндеген техникалары тағдырлас жүргізушілер қоғамдық қозғалыс құрып, ауада қалған автомобильдерді заңдастырудың тетіктерін жетілдіруді сұрайды. Әрі мұндай көліктерді заңдастыру уақытын 1 жылға созса деген тілектері бар. Сәбит Әлдебай, Атамекен бизнес арнасы.